Сәлем достар, бүгін біз керемет дәмді орешки пісіретін боламыз. Бұл рецепт жеңіл, қарапайым, бірақ өте дәмді. Қазір бірге жасап көрейік. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ерітілген сары майды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнға қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып, қолымызға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Енді салмасын дайындаймыз. Варенье сгущенкадан 2-3 қасық салып, оның үстіне ерітілген сары май қосамыз. Содан кейін 2 түрлі жаңғақ қосып, барлығын миксермен жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз дайын, дәл осылай жұмсақ әрі дәмді болу керек. Қамырымызды арнайы орешки пісіретін аппаратқа салып пісіріп шығамыз. Ең алдымен қамырымызды біз дөңгелек формада, осындай кішкентай формада жасайсыздар. Және де аппаратқа салып, осылай үстін жақсылап қысып, минуттай ұстайсыздар. 5 минутта біздің орешкилеріміз пісіп шығады. Міне біздің орешкилеріміз әдемі болып пісіп шықты. Шеттерін қолмен алып тастасаңыздар болады, немесе пышақпен түзеп шығуға да болады. Бірақ тастамаңыздар, соңында қажет болады. Әр орешкидің ортасына салмамызды салып шығамыз. Біздің орешкилеріміз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Мен соңында осылай муравейник деп атап жатады. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Өте оңай әрі дәмді ас болсын. Арнаға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз.